Herkese merhaba, haliniz nasıl? Selam dostlar, haliniz қалай? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Benim derslerime hoş geldiniz. Енді бүгін біз şimdiki zamanды үйренейік. Şimdiki zaman деген не нәрсе? Hadi başlayalım. Осы түріктер yor деген жұрнақты қосып бір нәрсе айтып жатады, мысалы. Seviyorum, gidiyorum, konuşuyorum. Осы жердегі yor деген жұрнақ не мағына береді? Қалай ойлайсыз? Ол нақ осы шақты білдіреді. Яғни қазақ тілінде жатыр, тұр, отыр деген сөздерді айтамыз ғой біз, Мысалы, келе жатырмын. Дәл қазір сіз не істеп жатырсыз? Соны біз нақ осы шақ. Түрік тілінде ол şimdiki zaman. Мысалы, мен қазір сөйлеп жатырмын, Ben şimdi konuşuyorum. Көрдіңіз бе? Дәл қазіргі шақты айту үшін нақ осы шақты жеткізу мағынасында yor деген жұрнақ жалғанып, ол şimdiki zaman болып табылады түрік тілінде. Mesela, ben müzik dinliyorum. Ben, кім ол? Мен. Музыка тыңдап жатырмын. Дәл қазір мен тыңдап отырмын десеңіз де болады, Мен музыка тыңдап отырмын. Sen kitap okuyorsun. Sen kitap оқып жатырсың. Немесе оқып отырсың. O çalışıyor. O деген кім? Ол деген сөз. Ол жұмыс істеп жатыр. Яғни, дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Енді келесі. Biz dondurmayı yiyoruz. Biz dondurma деген балмұздақ деген сөз. Балмұздақты жеп отырмыз. Siz bakıyorsunuz. Сіз қарап тұрсыз. Сіздер, сендер қарап тұрсыздар деген мағынаны білдіреді. Onlar gidiyor деп айтсаңыз да болады, немесе onlar gidiyorlar. Onlar деген бұл олар деген сөз. Gidiyorlar кетіп бара жатыр. Дәл қазір олар кетіп бара жатыр. Ал енді yor деген біздің şimdiki zaman eki, яғни нақ осы шақтың жұрнағы қалай жалғанады? Соны үйренейік. Ben, sen, o, biz, siz, onlar деген жаттадыңыз ғой, Яғни мен, сен, ол, біз, сендер, сіздер, onlar, олар деген мағынаны береді. Енді қай кезде yor жалғаймыз? Мына yor деген жұрнақ көріп тұрсыз ғой? Ол түбірде, сөздің түбірінде е мен и болса, соңғы дауысты дыбыс. Мысалы, geliyorum деген сөздегі сөздің түбірі gel, яғни gel, осы жерде е болып тұр, сол үшін де сіз yor жалғайсыз. Мысалы, ben geliyorum, мен келе жатырмын. Sen geliyorsun, сен келе жатырсың. O geliyor, ол келе жатыр. Biz geliyoruz, біз келе жатырмыз. Siz geliyorsunuz, сендер келе жатырсыңдар, немесе сіздер келе жатырсыздар. Onlar geliyorlar, олар келе жатыр. Ал енді сөздің түбірі а немесе ы болса, соңғы дауысты дыбыс, онда yor жалғанады. Мысалы, ал деген сөздің түбірінде а болып тұр, Alıyorum. Ben alıyorum. Мен алып жатырмын. Sen alıyorsun. Сен алып жатырсың. O alıyor. Ол алып жатыр. Biz alıyoruz. Біз алып жатырмыз. Siz alıyorsunuz. Сіздер алып жатырсыздар. Onlar alıyorlar. Олар алып жатыр. Түсінікті ме? Ал енді дәл солай. Егер де сөздің түбіріндегі соңғы дауысты дыбыс о немесе у болса, онда yor жалғанады. Мысалы, ben koşuyorum. Мен жүгіріп жатырмын. Жүгіріп келе жатырмын. Sen koşuyorsun. Сен жүгіріп келе жатырсың. O koşuyor. Ол жүгіріп келе жатыр. Biz koşuyoruz. Біз жүгіріп келе жатырмыз. Siz koşuyorsunuz. Сіздер жүгіріп келе жатырсыздар. Onlar koşuyorlar. Олар жүгіріп келе жатыр. Koşmak бұл қашу, жүгіру деген мағынаны береді. Ал енді келесі мысалымыз. Егерде сөздің түбірінің соңғы дауысты дыбысы
немесе болса, онда оның оған жалғанады үйір. Мысалы, görüyorum. Ben görüyorum. Мен көріп тұрмын. Sen görüyorsun. Сен көріп тұрсың. O görüyor. Ол көріп тұр. Biz görüyoruz. Біз көріп тұрмыз. Siz görüyorsunuz. Siz көріп тұрсыздар немесе onlar görüyorlar. Олар көріп тұр. Немесе onlar görüyor деп айтсаңыз болады. Ал енді достар, мына әріптерді білмей жатсаңыздар, менің арнамда Шолпан Асылбекқызы каналында түрік әліпбиі деген тақырып бар. Сол жерден бүкіл әріптерді үйреніп алсаңыз болады. Ал достар, енді олумлуны үйрендік, болымдысын үйрендік, енді болымсыз түрін үйренейік. Мысалы, келе жатқан жоқпын, сөйлеп тұрған жоқпын, жұмыс істеп жатқан жоқсың дегенді. Оны былай айтамыз. Мысалға, сөздің түбіріне ми, му, мө жалғанады. Қазақша, мысалға, болымсыз жұрнақтар ғой. Бармаймын, келмеймін, ме деген секілді. Мысалы, gelmiyorum, almıyorum, koşmuyorum, görmüyorum деген секілді. Ол қалай жалғанады? Тура жаңағыдай. Егер сөздің түбірінде и болса, ми жалғанады. Ал егер сөздің түбірінде болса, м жалғанады. Сөздің түбірі у болса, дауысты дыбыс, онда му жалғанады. Ал сөздің түбіріндегі соңғы дауысты дыбыс болса, онда мө жалғанады. Мысалы, ben gelmiyorum, мен келе жатқан жоқпын. Sen gelmiyorsun, сен келе жатқан жоқсың. O gelmiyor, ол келе жатқан жоқ. Biz gelmiyoruz, біз келе жатқан жоқпыз. Siz gelmiyorsunuz, сіз келе жатқан жоқсыздар. Onlar gelmiyorlar, олар келе жатқан жоқ. Дәл осылай өзіңізді батырманы тоқтатып қойып, видеоны барлығын айтып шықсаңыз болады. Мысалы, ben almıyorum, sen almıyorsun деп. Түсінікті ма? Қайтеміз енді. Миларыңызды ашытып жүрген жоқпын ба? Енді білім деген солай енді. Инемен құдық қазғандай деп бекер айтпаған. Сол үшін барлық нәрсені мұқият тыңдап, жақсылап еске сақтап, жазып жаттап алсаңыз өзіңізге тиімді. Жаңағы тағы бір қайталап өтейін. Егер де сөздің түбірінде соңғы дауысты дыбыс болса, үйір жалғанады. И болса, үйір жалғанады. У болса, үйір жалғанады. Болса, үйір жалғанады. Мысалға, yapıyor деген сөздегі түбір яп. Бұл жерде болып тұр. Yapıyor. Seviyor. Vuruyor. Öpüyor. Öp деген сөз не ол? Сүю деген сөз. Мысалы, ben bebeğimi öpüyorum. Мен сәбиімді сүйіп жатырмын. Arkadaşlar, егер де менің дәрістерім, сабақтарым ұнап жатса, лайк басып кетіңіз. Комментарийге сұрақтарыңызды, не өз пікіріңізді қалдырсаңыз болады. Бұл біздің сабағымыздың дамуына, каналдың дамуына әсер етеді. Сол үшін де сіздерден қолдау күтемін. Ал енді келесін айтайық. Fiillerin son harfi sesli, ünlü harf olduğunda. Yani етістіктердің соңғы әріпі дауысты дыбыс болған кезде. Енді қараңыздар. Son harf яғни мен бітсе, етістік немесе мен бітсе, ол болып жазылады. Мысалы, асы түсіп қалады. Мысалы, қараңыздар. Ара деген сөздің түбірінде өзі ара. Ара бұл іздеу, қоңырау шалу деген мағынаны береді. Енді юр жалғаған кезде асы түсіп қалады, ары yorum болып кетеді. Анла да дәл солай. Асы түсіп, анлы yorum болады. Мысалға қараңыздар. Ара плюс yor, ара асы түсіп қалады, ары yor. Анла, анлы yor. Ал енді етістіктің соңғы әрпі бітсе, ол түсіп қалатынын түсіндік. Ал енді ойор жалғанама, жалғанама, ол түбірдегі бастапқы дауысты дыбысқа байланысты екен, Мысалы, ойна деген сөзде болып тұр. Оға не жалғанатын еді? Ойор жалғанатын еді.
солай ойнуyor болды. Енді башлада дәл солай. А әрпінен бітіп тұр. Түбірінде А бар, оған ый-ор жалғану керек. Бірақ оның соңғы А әрпі түсіп қалады, иә? Башлıyor, kokla, kokluyor. Kokla деген сөз иіс беру деген мағынаны береді. Kokluyor иісі шығып тұр, иә? Боя, бояу деген сөз йор жалғағанда боюyor болып өзгереді. Неге уйор жалғанады? Себебі түбірінде о әрпі бар. Ал соңындағы А әрпі түсіп қалады. Тағы да, мысалы, сон харф Е дейді. И олығында иор жалғанады. Есі түсіп қалады. Ö болғанда, яғни сөздің түбіріне қарайсыз. Бірінші кезекте, егер оның түбірінде И әріпте болса, оған иор жалғанады. Ал егер сөздің түбірінде әріп болса, й-ор жалғанады. Ал егер де сөздің соңы А немесе Е әрпіне бітсе, мысалы ара, бекле деген сияқты, онда ол әріптері қысқарып кетеді. Енді қараймыз. Бекле, йор жалғанған, бекле йор. Е түсіп қалаттағыны бекле йор, яғни Е әріпі түсіп, йор жалғанады. Өзле, өзлі йор. Динле, динле йор. Dinliyor деген тыңдап жатыр деген сөз. İzliyor, яғни бір нәрсені ұзақ уақыт бойы қарап жатыр. İstiyor, мысал, dondurmayı istiyorum. Балмұздақ жегім кеп жатыр. Söyle, söylüyor, сөйлеп жатыр деген сөз. Ал енді достар бірге жаттығайық. Мына жерде керекті сөздер тұр. Müzik, muzika, elma, alma, ders, сабақ, чай, шай, китап, кітап, футбол, кәдімгі футбол. Енді dinlemek деген тыңдау. Müzik dinliyorum, müzik dinliyorsunuz, müzik dinliyorsun. Келесі, осылай өзіңізді жаттықтырып шықсаңыз болады. Енді kitap okuyorum, ben kitap okuyorum, sen kitap okuyorsun. Biz kitap okuyoruz, o kitap okuyor. Onlar kitap okuyorlar деп. Осылай жаттықтырып тіліңізді жаттығу жасасаңыз болады. Келесі, çalışmak бұл жұмыс істеу деген сөз. Енді çalışmak бірақ көптеген сөздермен тіркесе береді. Ders çalışmak бұл сабақ оқу деген сөз. Ev ödevini çalışmak деп дейтін, ол үй жұмысын орындау деген сөз. Ал келесі, ойнамақ, ойнау деген сөз. Бұл жерде сіз футболды аласыз. Yemek, нені жейсіз? Elma, алманы жейсіз. Алманы осылай жасап шығыңыз. Ben elma yiyorum, sen elma yiyorsun деп. İçmek, ішу. Çay ішесіз, мысалы. Ben çay içiyorum, sen çay içiyorsun деп осы тапсырмаларда төмендегі комментарийге жазып, орындап шықсаңыз болады. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Барлықтарыңызға рахмет, teşekkür ederim, teşekkürler. Осы каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Görüşürüz, güle güle.